Алламызға сансыз шүкірліктер, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Құрметті менің бүгінгі офлайн тренингіме, бүгінгі кездесуге жиналған барша оқырмандарым, құрметті қонақтар. Білесіз бе, сіз бақытты жансыз. Себебі сіз өз өміріңізге жауапкершілік алып, Алланың берген нығметтерін дұрыс бағытта қолдансам деп, осындай ортаға келдіңіз. Демек сіз Алланың таңдалған құлысыз. 8 миллиард адамның ішінен дәл сізді таңдап осында алып келген Раббымызға сансыз шүкір етіп қояқшы. Өйткені барлығы тек Алланың қалауымен. Алла бізге ненің, қашан, қалай қажет екенін біледі. Кейде бақыттың дәмін сезіну үшін бақытсыздықтарды бастан кешеді екенбіз. Алла бізді осылай тәрбиелейді екен. Білетін боларсыздар, бұған дейін менде ауыр сынақтар болды. Аяулы анашымнан, артынан асқар тауым әкемнен, оның артынан аға әпкелерімнен, жақын адамдарымнан айырылып, олар дүниеден озып, сынақ үстіне сынақ болып есеңгіреп қалған күндерімде күйредім, рухым сынды. Мені де Раббым осылай халықтың алдына шығып білім беру үшін қаншама уақыт дайындады. Дәл қазіргі түсінігім, мышлением, ортам бірден пайда бола салған жоқ. Бұған дейінгі өткен барша қиындықтарым, қателіктерім, ауыр сынақтарым, бұлардың барлығы менің келесі деңгейге дайындалуым екен. Қандай тупикте тұрсам да, Раббым, сен мені бұдан да қиын кезеңдерден алып шықтың. Қандай кемшілігім, қателігім болса да жасырдың. Осы жолы да маған көмектесші. Осы жолы да өзің қолдашы. Мені өзіңнен өзге ешкімге мұқтаж етпеші деп үнемі Алладан дұға тілеймін. Міне, сол сынақтардың бәрі маған адамға емес, Аллаға ғана арқа сүйеп берегін үйретті. Және білесіздер ме, ол мені сол ауыр күндерден өзі алып шықты. Бұның барлығы қазіргі балқияны, үлкен мақсаттары бар балқияны дайындап жатқан Алланың үлкен мейірімі екен. Осы сынақтар мені есейтті, қинаса да қатайтты, ауыртса да тәубеге келтірді, ниеттерімді жаңартты, Аллаға жақындатты, құндылықтарымның орны ауысты. Раббымның жазған тағдырына құлы ретінде мойынсынуды, разылық етуді, сабыр етіп сансыз сауапты одан ғана күтуді үйретті. Алланың қалауына, оның жоспарына құрметпен қарауға баулыды. Маған Алла жеткілікті екенін толығымен сезіндірді. Сондықтан құрметтім, сіз бір адамның өміріне қызығуыңыз, сол сияқты болсам ғой деуіңіз мүмкін. Бірақ сіз оның осы деңгейге жету үшін қаншама рет қателескенін, қандай қиындықтардан өткенін білмейсіз. Ешкімнің өміріне қызықпаңыз. Себебі бәрінің өзіне сай проблемасы, өзі көтере алатындай сынағы бар. Сіз қызыққан адамның өмірін алу үшін сіз оны сынағымен бірге алуға дайын болуыңыз қажет. Раббымыз Құранда әрбір қиындықпен бірге жеңілдік бар деп айтқан. Әр қиындықтан соң емес, әрбір қиындықпен бірге деді. Демек, сынақтың жанында сіз алатын сабағы мен сыйы қоса жүреді. Жақындарынан айырылып, еңсесі түскен балқияның басын тік көтерген сол кездегі білімге деген ұмтылысы, өмірге құштарлығы еді. Әрі қарай дамуды тоқтатпай, білгенімді басқалармен бөлісу менің ұлы миссиям екенін түсіндім. Көп білгендіктен емес, көп қателесіп, сол қателіктерден алған тәжірибелерімен бөлісу үшін бүгін осында сахнадамын. Сынақтарым мен қиын кезеңдерден алған сабағым мені білім беру жолына бағындырды. Қаншама алғысқа ие болған курстарым мен бизнестегі тәжірибемді, үздіксіз алған білімді жинақтаған, жүрегімнің бір бөлігін беріп тұрып жазған жүрек тыныштығы атты кітабым жарық көрді. Аллаға шүкір. Бұл кітабым осыдан 4 жыл бұрын әкемнің көзі тірі кезінде жазылып басталған еді. Әкем марқұм үнемі сұрап, жарыққа шығуын қатты күтетін, бірақ әкеме көру нәсіп болмапты. 4 жылға созылып, әр деңгейге өскен сайын қайта жаңартып, түсініктерім мен тәжірибемді сіңірген кітабым әбден фильтрден өтіп, оқырманға осы жылы жол тартуы бұйырған екен. Шүкір. Аз уақыттың ішінде Қазақстанның, тіпті әлемнің әр түкпіріне таралып, тоқтаусыз елдің алғысы мен батасына бөленіп жатыр. Аллаға шүкір. Бұл да бір армандарымның орындалғаны. Және бәріңіз куәсіздер, Алланың қалауымен биыл тұрмысқа шықтым. Отбасылы болдым, неке қидым. Өзім дұғамда сұрағанымдай, өзім қалағанымдай қайырлы жарды жолықтырып, дүркіретіп тұрып үлкен той жасауды нәсіп етті Алла Тағала. Өз ата-анам көзі тірі болмаса да, алтындай ата ене берді. Өмірімнің әрбір кезеңіндегі қиындықтар бекер емес екеніне, оның бәрі Алланың маған деген мейірім екеніне көзім әбден жетіп жатыр. Құрметтім.
қалыптасқан шығар. Уайымға салынып мәселенің шешімін таппай жүрген шығарсыз. Сізді де Раббым келесі деңгейге дайындап жатқан болар, біліңізші. Алла сізді бір деңгейге дайындайтынның алдында міндетті түрде тәрбиелейді. Ешқашан уайымға салынбаңыз. Мұның артында мен үшін жақсылық бар деп қабылдап, шешімін Алладан күтіңіз, және ол қандай шешім шығарса да разы болыңыз. Өйткені біз тағдырға иман келтірген мұсылманбыз. Сіздің дәл қазіргі уайымдарыңыз, қорқыныштарыңыз Алланың қалауымен шешіледі бұйырса. Ең бастысы оғандарға сүйеуді, сенуді, тәуекел етуді, әрекет етуді тоқтатпаңыз. Әлемнің барлығы теріс айналса да, Алла сізбен бірге екенін біліңіз. Әрбір істің қайыры бар екеніне сеніңіз. Бұл менің түйгенім, менің тағдырым, менің өмір жолым. Сізді де сендіргім келеді, бәрі жақсы болатынына. Қалың тұманның артынан жарқырап күн шығарына сеніңіз. Алладан сұраңыз, жүрегімді кешірімшіл, мейіріммен толы етші деп дұға етіңіз. Қалай өмір сүреміз, қалай таңдау жасаймыз, ол тек өзімізге байланысты. Аса мейірімді Раббым, осында отырған әрбіріңіздің жаныңыздың тыныштығын, саулығыңызды, күш-қуатыңызды, біліміңізді, иманыңыздың байлығын, екі өмірлік абыройыңызды, берекеңізді арттырып қоюын сұраймын. Қуанышыңыз еселенуін сұраймын. Уайымдарыңызды ең көркем түрде шешіп беруін сұраймын. Дәл осы жерге бүгін келгеніңіз үшін сізге деген құрметім мен алғысым шексіз. Сізге деген махаббатпен, Балқия Балтабай.